Сәлеметсіздер ме оқырмандар? Қасым Қайсенов. Бүгінгі тақырып Қасым Қайсеновтың «Жау тылындағы бала» повесінен үзінді. Қазақстанның халық қаһарманы, партизан жазушы, полковник Қасым Қайсенов 1918 жылы қазіргі Шығыс Қазақстан облысы Ұлан ауданының Асубұлақ ауылында туған. 1940-41 жылдары Арнаулы әскери дайындық мектебінен өткеннен кейін оңтүстік батыс майданының штабына жіберіледі. 1941 жылы жау қолында қалған Украина жерін азат етуге аттанады. Партизан қозғалысының алғашқы жетекшілері ретінде Закарпатия, Молдавия, Румыния, Чехословакия жерін неміс басқыншыларынан азат етуге қатысып, көптеген күрделі операцияларды жүзеге асырады. Қасым Қайсенов өзін өжет, тапқыр және ұйымдастыру қабілеті зор командир ретінде көрсете біледі. Жазушы Ұлы Отан соғысы кезіндегі ерліктері үшін Ұлы Отан соғысының бірінші дәрежелі орденімен, Богдан Хмельницкий орденімен және көптеген медальдармен марапатталған. Партизандық өмір жолын қарулас жолдастарының қаһармандығын бейнелейтін жас партизандар, ажал аузында, жау тылында, партизан соқпақтары, Переяслав партизандары тәрізді көптеген шығармалар жазды. Қасым Қайсенов тәуелсіз Қазақстанның халық қаһарманы. «Жау тылындағы бала» повестен үзінді. Шырт ұйқыда жатқан Серік төрдегі стол үстінде тұрған телефонның безектей шырылдаған дыбысынан кенет оянып кетті. Бір аунақшып түсіп, басын көтеріп алып еді, папасы телефон трубкасын құлағына тосып тұр екен. Тыңдап тұрған майор Мергенбаев деп келте сөйлеген папасы. «Солай ма, қазір жетем» деді де өңі бұзылып трубканы тарс еткізіп іле салды. Сосын үн-түнсіз тез киіне бастаған еді. Төсектен ұшып тұрған Жамал: «Жомартжан не боп қалды?» деп абыржып сұрады. «Тұрып киініңдер де дайын болыңдар. Шекарадан фашист армиясы өтіп кетіпті. Біздің полкте соғыс дабылы соғылғалы 5 минут болған екен» деп қысқа жауап қатты да майор Жамалы мен Серігінің беттерінен сүйіп, киімдерін апыл-ғұпыл түзей салды да үйден жүгіріп шыға жөнелді. Жамал мен Серік тез киінді де үйдің ішін буып түйе бастады. Жамалдың ойына әртүрлі қорқынышты күдіктер ұялай берді. Бұл қала шекарадан небәрі 40 километр жерде болатын. Шекарадан өтіп кеткен жау бірнеше сағаттан соң осы қалаға өздері тұрған зәулім биік үйлерге оқ атуы мүмкін. Сонда қайтпек? Жамал әр ойлап бер ойлап Серікті атасы мен әжесінің қолынан алып келгеніне қатты өкінді. Жап-жас баласының ендігі күні немен шектелмек? Көңілінде ешбір күдігі, ойында ешбір алаңы жоқ сәби енді жау оғынан бұқпантайлап, бас сауғалап жүрмек пе? Бұл қалай болғаны сонда? Жамал әлсін-әлсін балконға шығып, полк тұрған казармаларға, зеңбірек алаңдарына, ат қорала жаққа көз жіберді. Қайда болмасын абыр-сабыр, асығып-үсігіп, қайшыласып жүгіріп жүрген солдаттар мен офицерлер. Терезелерден, балкондардан бастары қылтиып жан-жағына күдіктене көз жіберіп тұрған офицер семьялары, жай адамдар. Сонсоң тұрып тыңдады. Қаланың әр жерінен соғыс дабылы, анда-санда саңқ-саңқ еткен офицерлердің бүйірі айғайлаған дауыстары естіледі. Тыныштық құшағында мүлгіген осы көркем қаланы мұнша әбігерлендіріп, шырқын бұзған кім? Неге өшікті екен осынша? Керегі не оған? Жамал әлі қарап тұр сыртқа. Ендігі бір сәтте сапқа тізілген солдаттар, көсемдеп бірнеше атқа жеккен зеңбіректер, ұшы-қиыры жоқ жүктеген машиналар, атты әскерлер көше-көшелер мен қаланың батыс жағына қарай ағылып өте бастады. Серік те мамасының жанында осы жойқын көріністен көз алмай қарап тұрғанда. Бала жүрегі де қауіпті сезгендей еді. Сонысын байқатып: «Мама, папам үйге енді келе ме?» деп сұраған баласына Жамал ұзақ сонар ой соңында тұрып: «Келеді балам, міндетті түрде келеді» деп жұбаныш айтып жауап қайырды. Осыдан кейін екеуі біріне бірі тіл қатқан жоқ. Мамасы баласына, баласы анасына үнсіз қарады. Екеуі баяу басып, бірінің соңынан бірі еріп үйге қайта кірді. Серіктің құлағына соғыс дабылы алыстан үзіліп-үзіліп келіп тұрды. Жомарт үйге келгенде Жамал мен Серік бұған теңнің үстінде үрпиісіп отырғанды. Серік папасын көре сала орнынан ұшып тұрып, жүгіріп барып оның мойнына асыла кетті. Майор оның екі бетінен алма-кезек сүйді де: «Жамал, біз аттанып барамыз, қоштасайын деп бірер минутқа ғана келдім. Өте асығыспын. Командованияның бұйрығы бойынша бүгін барлық офицерлердің семьясы кейін тылға қарай көшіріледі.
Көшіретін адамдар осында қалады, бірақ қай жерге көшірілетіні белгісіз. Кейін хабарласамыз ғой, әйтсе де деп сәл кідіріп Жамалға қадала қарай бергенде Жамал көзіне жас алып: «Жомарт жолың болсын, әлде қандай уақыт болады, кім білсін, мүмкін соғыс ұзаққа созылар. Біз елге қайтайық, аман болсаң келерсің, хат жазып тұр», деп Жомарттың құшағына кіре түсті. «Мен де соны айтайын деп тұр едім, асылы елге қайтқандарың жөн болар. Барлық туған туысқандарға сәлем айт», деді Жомарт та жарының сөзін мақұлдап. Серік папасы мен мамасына жаутаңдай қарай берді. Сөйтіп семьяның да шырқы бұзылып, бірімен бірі қоштасып, әке майданға, шеше мен бала елге қарай жол тартты. Эшелон жол-жөнекей жиі тоқтап, ауа шабуылынан қорғанып келеді. Осы 3 күндік сапарда шыққан жерінен онша ұзап та кете қойған жоқ. Күн сайын, сағат сайын ауа шабуылы жиілеп, бомбадан қираған вагондарды адамдарды сау вагондарға ауыстырып, ал істен шыққан вагондарды кез келген радиостанцияларға тастап отырды. Бұл эшелондағы адамдардың көбі жаралы болатын. Серігін құшақтап нардың астында отырған Жамал қарсысындағы полк комиссары Севченконың әйелі Анна Ивановнаға ойлы пішінмен көз тастап, әлденені айтқысы келгендей қарай берді. Анна Ивановна да Борясының басын көкірегіне қысып, әлденеден қауіптенгендей, сыртқы құлағын сала тыңдап, вагонның есігінен көз алмай қарап отыр. Ересек балалар, әйелдер вагон есігінің тесіктерін сығалап тұр. Көп кешіккен жоқ, жау самолеттерінің гуілі тағы өрши бастады. Эшелон жай жылжып келді де бір жерге тоқтады. Жоғарыдан естілген самолет моторларының мазасыз гуілі қара жерді қақ жаратындай боп қаһарлы үнге басты. Бір кезде әр жерден жарылған бомбаның гүрсілі естіліп, оған қоса самолеттерден пулемет оғы жауды. Ышқынып түскен бомбаның, ысқырып өткен оқтың зәрелі даусы ғана естіледі. Эшелон жауған оқ түскен бомбаның астында қалды. Серік көзін шарт жұмып мамасының бауырына тығыла түсті. Далада жер төңкеріліп жатқандай, ұлардай шулаған үрейлі дауыс. Самолет моторларының гуілі басылу орнына барған сайын үдей гуілдейді. Вагондағы жұрт түп-түгел үрейлі. Бір кезде бірнеше бомба жақын бір жерден жарылды да, вагондарды дірілдете соққылатып, солқылдатып, шайқап толқытып жіберді. Сол-ақ екен, вагоннан тез шығыңдар, эшелон өртенді, тез шығыңдар деген бір еркек адамның ащы даусы саңқылдай естілді. Соны күткендей боп әзір тұрған адамдар вагонның есігін жабылып ашып жіберіп, есіктен бірлеп-екілеп қарғи бастады. Жамал да Серіктің қолынан жетелеп вагоннан жерге түссе, алдыңғы бірнеше вагон жанып жатыр екен. Жұрттың бәрі өкпе тұстағы шағын тоғайға қарай тым-тырақай боп жүгіріп кетіп барады. Жамал Серікті сүйрелей-мүйрелей отырып, вагоннан 100 метрдей ұзағанша жау самолеттері эшелонды тағы да бомбалай бастады. Бірнеше бомба бірінен соң бірі эшелонның ұзын бойына қуалай түсті де вагондардың астын үстіне шығарды. Жұрт азан-қазан, маңай лаулаған өрт. Будақтаған қою қара түтін мен қып-қызыл жалынға оранып, эшелон жанып жатты. Тылға тартып бара жатқан эшелонды әбден басынып алған жау самолеттері сол төңірекке қайта оралып, қарусыз ана, дәрменсіз балаларға енді тіпті жақыннан шүйіліп келіп, пулеметтен оқты бұрқырата жаудырды. Жан ұшыра жүгірген жұрт әр жерге бір бас сауғалап зытып барады. Жау тіпті көзіне көрінген әрбір адамды оқтың астына алған болатынды. Жамалда еш жоқ, екі өкпесін қолына алып сүріне қабына жүгіріп келе жатыр еді. Бір самолет төмендей түсіп, оған оқты боратып жіберді. Ол баласын құшақтаған күйі бір шұқырға етбетінен құлап түсті де, «Серігім» деп дауыстап жіберді. Ышқына шықты үні. Шешесінің бауырында жатқан Серіктің оған жауап қатуға мұршасы келмеді. Ана үрейі баланы тіптен булықтырып жіберді. Не заматта Жамал есін жиғандай болып: «Серікжан, оқ тиген жоқ па, қарашығым?» деді. «Жоқ тиген жоқ, мама, бұл жерден тез кетелік, самолет тағы келіп қалады. Жүр, мама», деп Серік мамасының бауырынан жұлқынып ұшып тұра келді де оның қолынан тарта бастады. Бірақ мамасы жатқан орнынан тез тұра алмады. Әзер көтерілді. Ол 2-3 ұмтылып барып, қайтадан құлап түсті. Оқ тиген екен. Мамасына оқ тигенін Серік сонда ғана барып білді. Енді не істерін білмей, сасқан бала жан-жағына жалтақтап аңырап тұрып қалды. Бар қауқары: «Мама, тұр» деп қолынан тартқылай берді. Бір кезде Жамал ышқынып барып екінші жақ жамбасына аунап түсті. Сол жерде Серік шешесінің қанға боялып жатқанын көріп шошып кетті. «Мама, ана ағаш ішіне жетелік, жұрттың бәрі соған барып тығылды. Мама, жүрші», деді Серік тағы да оң қолымен көзінің жасын сүртіп. Жамал тіл қатпады. Аузынан әлсіз үн, болымсыз дем шығады. Серік көгендеген қозы да ешқайда кете алмай, шешесінің жанында жылап тұра берді. Жау самолеттері
қайтып оралмады. Әлгінде ғана астан-кестең болған дүние бір сәт тынышталып жым-жырт бола қалды. Маңайда жан жоқ. 2-3 сағат өткеннен кейін Серіктің жылай-жылай дәрмені құрып, шешесінің бас жағына жүресінен отыра кетті. Жамал тағы 1 сағаттай қиналып жатты да жан тапсырды. Әкесі алдыңғы шепке аттанып, анасы далада қаза тауып, жас Серік бұрын аяғы баспаған алыс жерді тірі жетім боп жалғыз қала берді. Қайда барады, не істейді, не күтіп тұр алдында, бәрі оған мәлімсіз. Серік анасының қасынан кете алмай тұрған шақта сол маңдағы бір ағаштың түбінде толық денелі, орта бойлы, қою сары шашты, 30-дың екеу-үшеуінде келген бір әйел отыр еді. Бұл полк комиссары Севченконың жұбайы, партия мүшесі Анна Ивановна Севченко болатын. Оның жанындағы ағашқа сүйеніп 11-12 шамасындағы ақ-сары шашты, көк көзді, жалаңбас бір ер бала тұр. Бұл сол Анна Ивановнаның Борис деген жалғыз ұл болатын. Ол станция жаққа ағаш арасынан көз алмай ұзақ қарап тұрды. «Мама, ана жерде біреу отыр. Ол мұнда келіп неге тығылмайды?» деді Анна Ивановна орнынан тұрып. Баласының ұсқаған жағына қарап еді, шынында да ашық алаңда біреу отыр екен. «Мама, анау Серік қой, танып тұрмын, Серік», деді тағы да манадан бері одан көз алмай қарап тұрған Борис. Анна Ивановнаның басына енді. Мұның шешесіне не оқ тиген екен, сөйтіп Серік оның жанынан кете алмай тұр екен деген күдікті ой сап ете түсті. Бористің қолынан жетектеп алды да Анна Ивановна солға қарай беттеді. Орманның шетіне келіп анықтап қарап еді, әлгі отырған Серіктің дәл өзі екен. Анна Ивановна жау самолеті көрінбей ме екен дегендей айналаға, аспанға бағдарлай қарап алды да: «Боря, сен осы жерде тұра тұр, мен барып не болғанын біліп келейін», деді. Боря басын изеді. Анна Ивановна жедел басып Серіктің жанына келгенде, ол орнынан ұшып тұрып, Анна мен шешесіне алма-кезек қарап, егіліп жылап қоя берді. «Серік, неге жылайсың, мамаң жаралы ма?» деп Анна Ивановна Жамалдың бетіне үңіле қарап, тамырын ұстап көрсе, ол жан тәсілім берген екен. Енді Анна Ивановна да не істерін білмей Серіктің басынан сипап аңырап тұрып қалды. Оның көз алдынан қара торы, толық денелі, қою, ұзын қара шашты, өзінің көршісі Жамалдың жарқын бейнесі кетпеді. Ол сол сүйкімді бейнені көз алдынан кетіргісі келмегендей, бір нүктеден көзін алмай қарап тұра берді. Сәлден соң бір шешімге келгендей, Серікті бауырына қыса түсіп: «Серік, мамаң өлді, мамаңды фашистер өлтірді» деуі мұңақ екен. Серік тағы да тізерлеп отыра қалып, мамасының өлі денесін құшақтап жылап қоя берді. Анна Ивановна да егіліп тұр еді. Оның Жамалдың бетін жасырып кеткісі келді, бірақ қалай жасырмақ? Не қолында күрегі жоқ, не төңіректен еш нәрсе табар емес. Сөйткенше болған жоқ, алыстан самолет моторлары жер жара гүрілдеп тағы да жақындай түсті. Анна Ивановна дереу Жамалдың үстіндегі қанға боялған жаздық жұқа пальтосын шешіп алды да денесіне айқара жапты. Қысылтаяңда қолынан бар келгені сол-ақ еді. Сосын: «Серік, жүр кетейік. Әне, фашист самолеттері тағы да ұшып келеді. Жүр, әне жерде Боря тұр, соған барайық», деді ол, Серіктің қолынан ұстап. Көзіне жас толған Серік мамасының денесінен көз алмай: «Бармаймын, осы арада боламын» дегендей басын шайқап орнынан қозғалмады. «Серік, мұның не? Жүр, мамаң өлді. Енді папаңды тауып алайық», деді Анна Ивановна. Оны мамасынан күдер үздіріп ертіп әкетейін деген оймен. Сол арада жау самолеттері де қаптап кетті. Серік артына жалтақ-жалтақ қарап, Анна Ивановнаның соңынан еріп, бүлкектеп кете берді. Анна Ивановна туған селосына 3-ші күні кеш батып қас қайырған шақта ғана жетті. Келсе өз үйінде де жарық жоқ екен. Тағы да терезеге келіп қараса, ол ішінен жабылмаған. Үйде мүлде жарық жоқ. Кемпір мен шал сорлыларды да құртқан екен ғой деп ойлап, аңырып тұрып қалды. Екі бала да жанына келіп тұрды. Анна Ивановна өз көзіне өзі сенбей терезеге тағы үңілді. Сол кезде үйдің ішінен біреу қараңдап көрінді де терезеге жақындап келіп: «Бұл кім?» деп сұрады. Бірақ Анна Ивановна бірден жауап бермей кідіріп қалды. «Бұл кім?» деп әлгі адам даусын қаттырақ шығарып екінші рет сұрағанда барып, Анна Ивановна өз әкесінің даусын танып қуанып кетті. «Папа, папа, мен Аня ғой, Аня», деп Анна Ивановна сыбырлап, терезе шынысына аузын төседі. Қарт та қызын таныды білем. «Құдай-ау, Анночка», деп сол сәтте-ақ ғайып болды. Терезеден кейін шегіне бергенде Анна Ивановнаны әкесі мен шешесі қабаттасып келіп құшақтай алды. Біраз құшақтасып мауқын басқан соң:
Жүр үйге деп сыбырлады әкесі. Барлығы үйге кірді. Терезені ішінен тұмшалап жауып шам жақты. Иван Дементьевич қызын тағы құшақтай солқылдап жылап жіберді. Папа, қой жылама, деді Анна Ивановна. Ана Борис пен Сережаны көрдіңіз бе? Иван Дементьевич көзінің жасын сүртіп екі баланың маңдайынан сүйді. Анночка, бұл дүние не болды? Құрдық қой. Біздің армияға не болды, деген Иван Дементьевич тағы да сары уайымға салынып Анна Ивановнаға қарады. Анна Ивановна күрсініп, қайдан білейін, әлі еш нәрседен хабарым жоқ. Бұл бір уақытша жағдай шығар. Совет халқының жеңілуі. Фашистерге құл болуы мүмкін емес. Қашанда болса әділеттілік жеңеді. Фашистер елімізге басып кірді. Бұл әділеттілік емес. Біздің халық болса енді өз отанын қорғайды. Басқыншыларды туған жерімізден қуу үшін оларға қарсы күреседі. Бұл әділеттілік. Олай болса біз жеңеміз, деді. Осында Антон Архипович Тамара Чуляктар немістердің алдынан нан мен тұз алып шығып, Совет үкіметі құрды деп жүр, деді қарт. Сол кезде Анна Ивановнаның көзі шарасынан шығып кете жаздады. Ол сасқалақтап, папа, не дейсіз, Тамара дейсіз бе? Антон шалды қойшы, ол өмірі колхоз малын ұрлаумен абақтыда келе жатыр. Ал Тамараны не қара басты? Ол бұзылған әйел, неміс офицерлерінің үйінен шықпайды. Ол бұрынғыдай емес, біздікіне келуді қойды. Сен онымен енді байқап сөйлес, деп София Павловна да сөзге араласты. Өзінің әке-шешесінің бұрынғыдай Совет үкіметіне берілген күйінде қалғанына Анна Ивановна қатты қуанып, бар ықылас дәрменімен, еденімен риза болып, өзін шын бақыттымын деп есептеді осы кез. Анна Ивановна Тамараны 3-4 күннен кейін көрді. Есік алдында кір жуып жатқан Анна Ивановнаны көріп, Тамараның өзі бұрылғанды. Амандасып тұрып ол, қашан келдің, деп сұрады. Осы жаңа ғана, деп жауап берді Анна Ивановна. Сол сәтте Серік пен Борис үйден шыға келді. Мыналар кімнің балалары? Деп Тамара шегір көзімен балаларды түйреп өтті. Өзімнің балаларым ғой, дей салды Анна Ивановна Тамараға жирене қарап. Сенде бала біреу-ақ емес пе еді? Жоқ, екеу, деді Анна Ивановна осы тұста. Жаман айтпай, жақсы жоқ, комиссардың әйелі деп мені осы Тамараның өзі ұстап бермесін, деген жамай ойда сап ете түсті. Тамара ұзақ тұрмады, салқын ғана сөйлесіп село орталығына қарай жүріп кетті. Анна Ивановнаның ойлаған күдігі Тамараның залымдық әрекетінің үстінен дәл шықты. Оның кеткеніне 2 сағат өтпей-ақ Анна Ивановна, 2 балаңызбен комендантқа келіңіз деген шақыру қағаз алды. Ол не істерін білмей сасып қалды. Бірақ амал не, бармаса болмайды. 2 баланы ертіп комендантқа келді. Комендант бұрынғы орта мектеп үйіне орналасыпты. Үстіне көкшуға жапқан төрдегі ұзын стол басында отырған ат жақты, көзілдірікті, ұзын бойлы неміс Анна Ивановна мен 2 балаға көзілдірігінің үстінен сүзе қарады. Неміс офицерінің сол жағында отырған мосқал әйел. Фамилияңыз кім, деп сұрады орыс тілінде. Полищук, деп солғын жауап берді Анна Ивановна. Комиссар Севченконың әйелі емессіз бе, деп тілмаш әйел сиқырлана күлді. Иә, бұрынғы күйеуім комиссар екені рас, бірақ онан айырылып кеткеніме 11 жыл болды. Қазіргі күйеуім паровоз машинисі, ұлты қазақ. Одан 1 балам бар. Мынау бала соңғы күйеуімнен, деп Анна Ивановна Серікті нұсқады. Неміс офицер орнына тұрып не дейді дегендей тілмаш әйелден немісше бірдемелерді сұрады. Тілмаш әйел Анна Ивановна мен 2 баланы кезек нұсқап немісше сөйлеп кетті. Тілмаш сөзін аяқтаған кезде офицер қос ауыз мылтықтың аузындай шүңірейіп кеткен көзіне көзілдірігін баса түсіп Серікке қарады. Серік те оған тайсалмай кектене қарай қалды. Комендант тілмаш әйелге қарап айғайлай бастады. Оның даусы қатты шыққан сайын оң жағында жатқан тік құлақ қара сұр ит иесіне елең етіп әлдебір әмір күткендей тілін шығарып тамсанып қояды. Иесі айт десе Анна Ивановна мен 2 баланы ала түсетіндей, кейде ырылдап, кейде қозғалақтап оларға да қарайды. Комендант даусы бәсеңдей берген кезде, сіз өтірік айтасыз. Коменданттың қолындағы мәлімет бойынша, сіз комиссар Севченконың әйелісіз. Өзіңіз коммунистсіз, неге жасырасыз? Шыныңызды айтыңыз, бәрібір шыныңызды айтқызады, деді тілмаш әйел комендантқа қарап қойып. Шыным сол, шынымды айттым, деп қысқа жауап қатты Анна Ивановна. Онда өз обалыңыз өзіңізде болсын. Пан комендантқа шыныңызды айтқаныңыз жөн болатын еді. Бәрібір айтқызамыз, деп тілмаш әйел комендантқа бар денесімен бұрылып, немісше бірдемелерді мыңқылдап айта бастады. Бірақ комендант оның сөзінің аяғын тыңдамастан айғайлап орнынан атып тұрды. Жанындағы жәрдемші иті де ырс ете түсті. Сол кезде Серік пен Борис шошып кетті. Комендант Анна Ивановнаға жақындап барып, оң қолының саусағын шошайтып, большевик комиссар, деп тебінді. Анна Ивановна тіл қатпады.
Ит Анна Ивановнаға төніп келіп қалған сәтте ең алдымен өзім қабайын, итті ұстай тұр дегендей тілмашына белгі берді. Тілмаш әйел итті қарғыбауынан екі қолмен ұстай алып кейін тартты. Екі бала үрейі ұшып не істерін білмей тұр. Ашуға булығып екі көзі қанталап кеткен жендет Анна Ивановнаға бар пәрменімен жақтан салып жіберді. Сол кезде «Мама!» деп Серік бар даусымен айғайлап жіберді де бетін алақанымен баса қойды. Борис те баж ете түсті. Залым комендант Серікке жетіп барып «Мама!» деп қабырғаға сүйеніп тұрған Анна Ивановнаны нұсқады. Серік енді өзін ұрады екен деп тағы «Мама!» деп баж ете түсті. Сонда ғана комендант шегініп стол басына барып тілмаш әйелге бірдемелерді айтқандай болды. Ол әйел білмеймін дегенде екі иығын қусырып басын шайқады. Серік өз мамасынан айырылып Анна Ивановнаға ергелі көп уақыт өткенді. Ол Борис не десе сол деп Анна Ивановнаны «Мама!» деп кеткен еді. Енді міне Анна Ивановнаға жендеттің қанды қолы тиген сәтте бір кезде өз мамасының жантүгершілік өлімін көріп шошынып қалған бала енді Анна Ивановнаны да өлтіреді екен деп мамалап жаны ұшырған себебі сол еді. Тілмаш әйел иттің қарғыбауын босатып қоя беріп Серікті өзіне шақырды. Серік көзінің жасын сүртіп аяғын ақырын басып оған жақындады. «Мынау сенің мамаң ба?» деп сұрады. «Мамам, менің мамам» деп іркілмей жауап берді Серік. Серік жауабы соққы көріп тұрған ана жанына ерекше бір қозғау салғандай еді осы кез. Бала мінезі, бала өжеттігі Анна Ивановнаны да жігерлене түскендей болды. Тілмаш әйел комендантқа, комендант оған қарап қалды. Сәлден соң комендант екі баланы нұсқап бірдемелерді тілмашқа айтты да тұтқындарға осы айтқанымды түсіндір дегендей иек қақты. Жетісіне бір рет келіп осындағы комендант көмекшісіндегі тізім кітапшасына өзіңіздің осында екендігіңізді белгі жасатып отырсын дейді комендант. Қазір жүре беруіңізге болады деді тілмаш әйел. Анна Ивановна екі баласын ертіп сыртқа шықса, комендатураға қарай Тамара келе жатыр екен. Сатқынды атарға оғы асарға шамасы болмаған Анна Ивановна Тамараға оқты көзімен бір қарады да тіс жармай өте шықты. Арада 3 күн өткен соң Анна Ивановнаны екі баласымен комендант тағы шақырды. Мұның тағы да Тамарадан келген бәле екенін сезе қойған Анна Ивановна барарын да бармасын да білмей дал болып отырған шағында бақ жақтағы терезені біреу қақты. Жүйрік сезім күші жетегіне алған Анна Ивановна өз адамдарының бірі екенін бірден түсініп терезеге келсе ойлағандай-ақ Полина Петровна екен. Ол терезенің тесігіне аузын төседі де «Аня, саған Борис Андреевич селодан тез кетсін» деп сәлем айтты. Комендант сені бүгін тұтқынға алмақшы. Уақыт өткізбе, тез кет деп қоштасқандай қол бұлғады да баққа қарай жүгіре жөнелді. Анна Ивановна апыл-ғұпыл жиналып Серік пен Бористі ертіп бақ ішімен селодан шығып кетті. Білу сұрақтары. Қасым Қасенов туралы не білдіңдер? Шығармадағы оқиға қай кезеңді суреттейді? Екінші дүниежүзілік соғыс туралы не білесіңдер? Қазақ баласы Серіктің тағдыры қандай күйге ұшырады? Анна Ивановна деген кім? Серікке оның қандай көмегі тиді? Қасым Қайсенов халық қаһарманы, партизан жазушы, Арнаулы әскери дайындық мектебінен өткен соң майдан штабына жіберіледі. Ол өзін өжет, тапқыр және ұйымдастыру қабілеті зор командир ретінде көрсете білді. Ұлы Отан соғысы кезінде түрлі ордендермен, медальдармен марапатталған. Партизандық өмір, қарулас жолдастарының қаһармандығын бейнелейтін көптеген шығармалар жазған. Екінші, шығармадағы оқиға Ұлы Отан соғыс кезеңін суреттейді. Үшінші, фашистік Германия Кеңес одағына 1941 жылы маусым айында жасырын түрде соғыс ашады. Төртінші, бұлар тұратын қаланы жау шабуылдаған соң әкесі майданға аттанады, анасы оққа ұшты. Өзі Анна Ивановнамен бірге қаладан шығуға мәжбүр болды. Серіктің анасы өлгенін білген Анна Ивановна өз баласымен қосып Серікті де жанына алып қаладан шығып кетті. Анна Ивановна коммунист болатын. Түсіну сұрақтары. Туынды неліктен жау тылындағы бала деп аталады? Неліктен Серік Анна Ивановнаның қамқорлығында қалды? Серіктің орыс әйелін мама деу себебі неде? Шығармада жау қоршауында қалған Украинада партизандар қатарында болған. Серіктің қилы тағдыры суреттелгендіктен туынды жау тылындағы бала аталған. Екінші, Серіктің анасы қайтыс болған соң Анна Ивановнаны оны өз қамқорлығына алады. Үшінші, анасынан айырылған соң Анна оған мейіріммен қарады, сондықтан мама деп атап кетті. Талдау тапсырмасы. Оқулық хрестоматия материалдарын пайдаланып кейіпкерлерге мінездеме беріңдер. Шығармада суреттелетін кейіпкерлердің салыстырмалы мінездемесін жасаңдар. Әңгіме кейіпкерлері Анна Ивановна, Серік, Борис, Тамара тағы басқа.
Мінез-құлықтары: Анна Ивановна Серікке қамқорлық танытады, өте мейірімді, адал коммунист. Ол Серікті еш ойланбастан қамқорлығына алды, нағыз патриот әйел. Серік: қайсар, ақылды бала, партизан. Ол кішкентай болса да айналасындағы жағдайды тез аңғара білетін зерек бала. Борис: Серіктің досы, партизан. Ол досқа адал бала. Тамара: ол немістерге Анна Ивановнаның 2 баламен келген және оның комиссар Шевченконың әйелі екенін айтып береді. Қара ниетті сатқын әйел. Жинақтау тапсырмасы: үзінді мазмұндаудың жоспарын құрыңдар. Мазмұндау жоспары: телефон шырылы, соғыс дабылы, Жомарттың отбасымен қоштасуы, Жамалды Серікті алып елге қарай аттануы. 5. Бомбалардың жарылуы, жаудың атқылауы. 6. Серіктің анасының өлімі. 7. Анна Ивановнаның Серік пен Бористі ертіп жолға аттануы. 8. Анна Ивановнаның селосына келуі. 9. Анна Ивановнаның комендантқа шақырылуы. 10. Анна Ивановнаның 2 баланы ертіп селодан шығып кетуі. 2. Топтастыру әдісін қолдана отырып, соғыс сөзімен түйген ойларыңды сызба түрінде көрсетіңдер. Соғыс ел тыныштығын бұзады, әрбір отбасының берекесі кетеді. Қаншама адамның қаны төгіледі, біреу әкеден, біреу баладан, енді біреу анадан айырылады. Қалалар қирайды, жолдар бұзылады, экологияға кері әсер етеді. Қастандық, жауыздық, өшпенділік, қатыгездік. Берілген үзіндіні түсініп оқып шығып, келесі тапсырмаларды орындаңдар. Үзіндіні бірнеше бөліктерге бөліңдер. Әр бөлікке атау беріңдер. Үзінді бөліктері: фашистердің шекарадан өтуі, Серіктің анасының өлімі, Анна Ивановнаның қамқорлығы, Тамараның сатқындығы, селодан кету. Әр бөліктің негізгі ойын білдіретін сөйлемдерді табыңдар. Кейіпкерлерді сипаттайтын сөз тіркесі сөйлемдерді анықтаңдар. Мәтіндегі барлық кейіпкерлерді кезегімен атап беріңдер. Мәтіндегі оқиға орын алған жерлерді атаңдар. Үзіндіні аяқтаудың нұсқасын ұсыныңдар. Шығарманы композициялық құрылысына қарай талдаңдар. Қасым Қайсеновтың шығармасының желісі бойынша жазылған пьесаны оқыңдар. Ұлы Отан соғыс кезінде Қазақстан туралы өздеріңіз ізденіп материалдары негізінде PowerPoint программасында тұсаукесер дайындаңдар. Үзінді бөліктері: әр бөліктің негізгі ойын білдіретін сөйлемдер. Фашистердің шекарадан өтуі, шекарадан өтіп кеткен жау бірнеше сағаттан соң оқ атуы мүмкін. Серіктің анасының өлімі, бір самолет төмендей түсіп Жамалға оқты боратып жіберді. Анна Ивановнаның қамқорлығы, Серік жүр кетейік, әне жау самолеттері тағы да ұшып келеді. Тамараның сатқындығы: мыналар кімнің балалары, деп Тамара шегір көзімен балаларды түйреп өтті. Селодан кету: арада 3 күн өткен соң Анна Ивановнаны 2 баласымен комендант тағы шақырды. Кейіпкерлерді сипаттайтын сөз тіркесі сөйлемдер: қара торы, толық денелі, ұзын қара шашты, бұзылған әйел, шегір көзімен, Тамараның залымдық әрекеті. Бірақ комендант оның сөзін ақырына дейін тыңдамастан айғайлап орнынан атып тұрды. Мәтін кейіпкерлері: Жомарт, Жамал, Серік, Анна Ивановна, Борис, Тамара, тілмаш әйел, комиссар Шевченко, тағы басқа. Мәтіндегі оқиға Украинада болған. Оқиға соңында жау жеңіліске ұшырап, Серік әкесімен табысады. Шығарманың композициялық құрылысы: оқиғаның басталуы, Украина жеріне жаудың басып кіруі, оқиғаның дамуы, қала халқының үйлерін тастап қашуы, оқиғаның шиеленісуі, Жамалдың оққа ұшуы, Серіктің жалғыз қалуы, оқиғаның шарықтау шегі, Серіктің Анна Ивановналармен селоға келуі, оқиғаның шешімі, Анна Ивановналардың балаларды алып селодан кетуі. Баға беру жауаптары: партизан жазушы Қасым Қайсенов ел үшін соғыста аянбай күресіп, өзінің батылдығы мен тапқырлығымен көзге түсті. Осындай батырларымыз ұрпаққа қашанда өнеге болары сөзсіз. Ұлы адамдардың ерлігін, елге тигізген пайдасын халық ешқашан ұмытпайды. Серіктің орнында болсам, мен де партизан болып жауды жеңуге аз да болса өз үлесімді қосар едім. 4. Жауды тізе бүктірген батырларымыздың елге деген сүйіспеншілігі, адалдығы, қайтпас қайсарлығы, батылдығы мен ержүректілігі деп білемін. Диалог құру: партизан жазушы мен шығарма кейіпкерлерімен екеуара әңгіме құрыңдар. Құрметті Қасым Қайсенов, сіз шығармаларыңызда соғыс өмірін көп суреттеген жазушысыз. Бұл тақырыпта шығарма жазу қиынға соқпай ма? Мен партизан жазушы болғандықтан, майдан өмірін өз көзіммен көргендіктен осы тақырыпта қалам тербедім. Әрине, бұл өте күрделі және ауыр тақырып. Себебі соғыс зардаптарын көру адам жанын түршіктіреді.
Амал нешік, сонда да болса мен осы тақырыпта бірнеше шығарма жазып, соғыста ерлік жасаған батырларымызды дәріптеп, болашақ ұрпаққа өнеге еткім келді. Өте дұрыс айтасыз, шынында соғыста жанқиярлықпен күрескен батырларымыздың ерлігі қашанда ұрпаққа өнеге болмақ. Бүгінгі сабақ сіздерге ұнаса, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.